Асыр елді мекенінің тұрғынымын. Аты жөнім Мамырбаев Сейдахмет Көшебейұлы. Бізде мына Асыр елді мекені 6 ауылға бөлінген. 6 ауылда 6 ауылдың бие, 62 көше басы бар. Біздер осы учаскелік полиция 57-ші полиция пунктіндегі жігіттермен бірге күні-түні жұмыс атқарудамыз. Кешегі біздің президентіміз Тоқаев мырзаның сервистік полиция құрылуына бұйрығымен құрылғанына сәйкес біз қоғамдық кеңес өшеде ұйымдастырылған. Біздің осы 6 ауылдың бие және 62 көше басымен бірге осы жігіттермен бірге күні-түні жұмыс атқарып жатырмыз. Әртүрлі отбасылық жағдай болады ма, басқа жағдай болады ма, өшерге келіп, өшерге тәртіпке шақырып сол семьяны. Басқа да әйтеуір бір айғасты бір жағдай болатын болса, осы жігіттермен біз күні-түні бірге жұмыс атқарудамыз. Мен өз атымнан, осы елді мекен атынан осы жігіттерге рахмет. Кешегі біздің президенттің жаңа қолдап шығарған сервистік несін қолдап осы елге пайдасы тиіп жатыр көптеген. Рахмет айтамыз президентімізге де, жігіттерге де рахмет айтып, бізбен бірге қашан хабарлассақ, телефонда болып, күні-түні бізбен бірге жұмыс атқаруда. Рахмет жігіттерге де барлығына. Мен Мұсаев Зайдолла Пайдевич, Асар елді мекенінде тұрамыз. Өзім 3-ші учасканың бейі боламын. Осы Асардағы қандай жердің болмасын бәрі учаскелермен бірге істейміз. Ішіп мас болып жүргендерді алып келіп өшіріп учаскелермен бірге барлық билер ортаға алып сөйлесеміз. Бірге учаскелермен бірге. Бірін танимыз бәрін. Жақсы қызмет қылады учаскелерге, біргелікте қызмет қылады. Барлықтарына рахмет полицияларға.